Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен адам денесінде қанша қаңқа бар екені жөнінде, сол жөнінде айтатын боламыз. Адам денесі қаңқалар қорғайды. Ол біздің дене мүшемізді қорғап тұрады. Адам қаңқасы 206 сүйек бар адамда. Бас сүйегі. Клавикул, ключица дейді, жаға сүйектер. Төс сүйегі, көкірек қуысы. Қолымыздың сүйегі. Иық сүйек деп айтылады. Омыртқа сүйегі. Жамбас сүйек. Сан сүйегіміз. Мінекей достар, адамның енді іш құрылысында қандай ағзалар қай жерде орналасқанын аттарымен бөлісетін боламыз. Ол жүрек. Сол жақта, ортаңғыда, кеудеміздің, төсіміздің ортасында орналасқан. Осы арқылы, жүрек арқылы көптеген қан тамырларымыздың бәрі сол арқылы тарайды. Бүйрек. Белімізге жақын орналасқан. Бауыр барлық қанды осы арқылы өтеді ғой. Бүйректен кейін бауырға өтеді. Асқазан. Асқазанымызда ас қорытылады. Өкпе. Екі өкпе болады. Оң жақ және сол жақ. Және бұл ми. Ойлау қабілетіміз арттыратын ми. Бұл ішек, аш ішек және тоқ ішек болып екіге бөлінеді ішектер. Мінекей достар, тірек қимыл, отырып тұру, жүруіміздің бәрі осы сүйекке байланысты. Достар, сол үшін сүйегімізді абайлап, қорғап жүрейік. Келесіде тағы да бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.